Қайырымды істер марафоны ресми түрде ашық деп жарияланғаннан соң, өңір волонтерлері жалғызілікті қала тұрғындарына көмек көрсетуді бастап кетті. Еріктілер 76 жастағы Лилия Берчатованың үйіне барып ауласын қардан тазартты. Петропавл тұрғыны Лилия Берчатова бұл үйде 48 жыл тұрады. Жалғызілікті қария жыл сайын ауласынан қарды өзі шығаратын еді. Алайда бір жыл бұрын денсаулығы сыр беріп ота жасатты. Енді ауыр жұмысты атқаруға шамасы жоқ. Биыл толассыз жауған қардан аяқ алып жүре алмай қалған тұрғын волонтерлерден көмек сұрады. Еріктілер Лилия әжейдің сөзін екетпей көмекке келді. 76 жасқа келумен де құттықтады. Марафон добрых дел. И вот, ребята, мы все решили не только вас поздравить с днем рождения, но и помочь вам сделать доброе дело. Спасибо большое. Мұқтаж жандардың жанынан табыла білген адамдарға алғысым шексіз. Қар көп жауып, ауламды су басып үйге кіреді ғой деп уайымдап отырған едім. Міне жастар келіп тазалап жатыр. Сонымен қатар туған күніммен де құттықтады. Өте қуаныштымын. Қайырымдылық істер марафонына тек жастар ғана емес, егде жастағы адамдар да белсенді қатысып жүр. Мәселен, Геннадий Языков 74 жаста зейнеткер, облыстық ардагерлер кеңесінің ардагерлер клубының жастарға адамгершілік тәрбие беру мен әскери патриоттық комиссиясының және күміс волонтерлер клубының мүшесі. Я также решил помочь другим пожилым людям. Мен өзім жер үйде тұрамын. Ауламды өзім тазалаймын. Не болмаса, балаларым келіп көмектеседі. Далаға шығып жұмыс істеудің денсаулыққа пайдасы зор. Сондықтан ешқашан бас тартпаймын. Қолымнан келіп тұрса, үнемі көмекке келемін. Бұл мен үшін қиын емес. Биыл облыс аумағында жауған қардың мөлшері нормадан асып отыр. Жеке сектор тұрғындары аулаларын қардан өздері тазартуға міндетті. Алайда бұл іс барлығына бірдей мүмкін емес. Мәселен, облыс бойынша жер үйде тұратын жалғызілікті қариялардың саны 4000-нан асады. Бүгінгі таңда қазіргі таңда бізде қала бойынша волонтерлар қазіргі таңда 10-ға жуық үйге бүгін адреске барып жұмыс істеп жасап жатыр. Оның себебі жалпы алғанда білесіздер, қалың биыл қар қатты соған байланысты төтенше жағдайдың алдын алу мақсатында. Ол бірінші. Екіншісі, мынау қазір бүгінгі біздің келіп тұрған адресімізге жалпы алған кезде мынау облыстық ардагерлер ұйымымен бірлесе отырып жұмыс жасап жатырмыз. Айта кеткен жөн, қайырымдылық іс-шарасы бір айға жалғаспақ. Жанбота Истайқызы, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі.